Менің отаным Қазақстан туристік экспедициялық жасақ қатысып отырған номинация туған өлкенің соқпақтары. Тақырыбым тастағы таңбалар, ежелгі жазба мұралар. Армысыздар. Әдетті елдің баласы алыстан сәлем береді дегендей, қымбатты ұстаздар мен жас достар. Мен Жамбыл облысы Баймырза Бесбаев атындағы мектеп гимназияның 9-шы сынып білім алушысы Жылқышан ауданы. Жалпақ жұртыңды есі алашыңды құрметтеу, ең алғаш өзің туып өскен өлкеңнің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан басталады дей келе, мен сіздерге ең керемет туристік өлкенің бірі Жамбыл облысы Ақбұлым ауылы маңында орналасқан Қарасай, Қамыстыбұлақ шатқалдарымен таныстырсам. Қасиеттері қанымда қалған ата-бабамның мекені, менің туған жерім, менің туған ауылым. Шалқайып тұр, шартарыпқа сыймайтұғым. Жүзге келіп, жаратқан ем, жасайтын жасадым деп, жетектеп бара жатса да, кібіртіктеп, қимайтындай алтын аймақ асыл мекен. Адыраспаны аңқыған дернемесі дертке қуат. Даласының даңқы жұмбақ, тарихыменен сыры көп, жанарына жазиралы көркіменен жұртына кіріп кететін жақұт жер осы Ақбұлым. Ақбұлым ауылының атауының тарихына келетін болсақ, Қырғыз алатауының төменгі сілеміндегі, Ақтаудың етегіндегі Қамыстыбұлақ су мен Сарыбұлақ сулары қосылып бір туған су болып аққан. Ықылым заманнан ауыл тұрғындары осы суды өз тіршіліктеріне қолданған. Сондай-ақ жылдың 4 мезгілінде және таңғы уақыттарда осы бұлақ суының буы осы ауылды жайлап, ауыл бұлыңғыр тартқан. Міне сол себепті де Ақбұлым атанған. Ақбұлым ауылының бірінші оңтүстігінде орналасқан Қарасай шатқалының петроглифтері, екінші оңтүстік шығысында орналасқан Қамыстыбұлақ фиктографиялары, үшінші солтүстік батыста орналасқан Ботамайнақ руна жазулары, төртінші Ботамайнақ үңгірінің етегінде орналасқан 2,5 мың жылдық тарихы бар Жектөбе Сақпатша қорымдары, бесінші солтүстік батыста небәрі 1 шақырым жерде орналасқан төменгі барысқан қалашығы. Міне осы аталғандар менің туған жерімнің баға жетпес асыл мұралары. Жұмысымның мақсаты өлкемізде рухани және мәдени мұраларды тиімді зерттеу және олардың 5000 жылдық тарихы бар екеніне көз жеткізу. Міндетім жоғарғы оқу орны ғалымдармен тығыз шығармашылық байланыс орнатып отырып, олардың пікірлерін саралай отыра, осы тас суреттерді зерттеу барысында түрлі құжат, бай мұраларды іріктеп, оны болашаққа ұсыну. Күтілетін нәтиже Қарасай шатқалындағы петроглифтер әлем жұртшылығына ұсынылып, болашақта туризм кластерінің негізі қаланады. Жаңалығым, осы кезеңге дейін еш ғалымдарға белгісіз болып келген, тарих қойнауынан бізге жеткен 5000 жылдық баяны бар Қарасай шатқалы петроглифтерінің ұлы жаңалықтары ашылуда. Менің зерттеулерімде белгілі болғандай, яғни осы көне петроглифтердің біздің ауылымыздан Қарасай шатқалынан табылуының өзі біз үшін үлкен жаңалық болды. Осы суреттердің ішінде біздер үшін ең ежелгісі бұл Сібір басты бұғысы. Жанрлық композиция жағынан салынған бұл туынды бейнелеу өнерінің қайталанбас бірегей туындысы. Бейнелеу өнеріне арқау болған бұл жылқы суреттері. Өйткені жылқы мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын болған. Сол себепті де жылқы ежелгі адамдар өміріне беделді орын алғанды. Бұл тастағы суретке қарайтын болсақ, екі аяғын көтеріп шабысып тұрған жылқыларды байқайсыздар. Яғни олар өз ерлерін қорғап тұрғандығы нағыз реалистік тұрғыда бейнеленген. Ежелгі адамдар салған суреттердің ішінде тағы бірі бұл қос өркешті бактерияның түйесі. Шудасы артқа қайырылып, маман басқан түйе кімді де болса қызықтырмай қоймайды. Төрт түлік малдың бір ретінде кейлетіп, түйені тасқа салған белгісіз суретшінің шығармашылығына қарайтын болсақ, сол кездегі біздің ата-бабаларымыздың сондай өркениетшіл халық болғандығын көреміз. Сонымен қатар шатқалға кіре берісте күнгі бетте оң қолына семсер ұстаған жауынгер бейнесі бедерленген. Құдды бір осы жауынгер осы шатқалдың иесі тәрізді әсер қалдырады. Шатқал ішінде тағы бір суреттер ол көгенің суреті. Бұл жерде арқар, елік сынды жабайы жануарларды қолға ерткені бейнеленген. Міне, бұл ата-бабаларымыздан қалған бізге деген көне мұралар, бұларды болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Сонымен қатар ежелгі адамдар салған суреттердің ішінде біздер үшін құндысы бұл билеп жүрген адамдар. Олардың билеріне қарайтын болсақ, бір той думанда не той тендік нәсендерге байланысты секілді. Негізі би сонау қола дәуіріне бастау алған. Негізінен ол той тендік нәсендерге және жорықтың сапарының сәтті болуына қарсы ұйымдастырылғанды. Тағы бір сурет бұл аңалып жүрген аңшының бейнесі. Аңшылықта сонау тас дәуірінен бері бізге дейін келіп жеткен алғашқы ата-бабаларымыздың өнеркәсібі, тағам табудың бірден бір түрі. Міне, дәл осы кезде белгісіз суретші тас бетіне қашап салған. Бұл ата-бабаларымыздан қалған бізге деген мұралары, мыңжылдықтары, оларды дәл осы күйінде сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Бұл суреттердің қайғайсыз болмасын, бейтарапсыз, қалай болса солай емес,
қайта әрбір сурет өз атына лайық тас бетіне шекіп салынған талғамы биік көне мұралар. Менің жаңалығым да осында. Африка саваннасында мекен ететін арқа, елік, көген сынды еш жерде кездеспейтін сурет туындыларына нақты дәлел келтіріп отырмын. Өлкемізде табылып жатқан түрлі құжат бай мұраларды қазақ халқының мұрасына иемденуіне толық құқы бар. Егер де қола дәуірінде ата-бабаларымыз осы жерді мекен етпегенде, біз мұндай құнды мұраларды қайдан алар едік? Сондықтан біздер тереңнен айтуымыз керек, тереңге баруымыз керек. Халық бір күнде тумайды, бірнеше кезеңдерден өтіп барып қалыптасады. Сондықтан да біз өз төл тарихымызды білуіміз қажет. Қазіргі таңда шатқал бұзылуда. Бұған себеп түрлі бизнес өкілдерінің өздері сындырып алуы, сонымен қатар табиғи жер сілкіністері. Қорыта айтсам, Ақбұл ауылындағы Қарасай, Қамысты бұлақ шатқалдар Жамбыл облысындағы ең керемет туристік өлкенің бірі боларына мен нық сенімдімін. Себебі тау етегінде бұлақ, мал шаруашылық қожалықтары, керемет табиғаты мен тарихы тұнық сайын даласы бар. Жатқанда елім бүгін азат болып, жүрмей кәркімдерге мазақ болып, елімнің тілі менен тарихын біл, сонда біз көгереміз қазақ болып. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.